Тақтар ойыны телехикаяларға деген көзқарасымызды қалай өзгертті? Бүгінде миллиондаған көрермен тағы да бір мәрте фэнтези әлеміне назар аударуда. Тақтар ойынның телехикаялар әлеміне әсерін түсіну үшін Нед Старктың өлім жазасын, Қызыл тойды немесе Дейенерис айдаһарларын еске алсақ та жеткілікті. Тақтар ойыны телехикаялардың қаншалықты ауқымды, сюжеттің қаншалықты ауыр әрі көрерменді өзіне қалай баурай алатынын көрсетті. Хикая финал көпшіліктің көңілінен шықпады. Бірақ бұл да басты жайтты өзгерте алмады. Вестерос әлеміне деген қызығушылық бір ғана сәтсіз финалдан әлде қайда күшті болып шықты. Сондықтан да HBO Тақтар ойын әлемін Жеті патшалықтың серісі сериалымен толықтырып, көрерменді таныс жерлерге саяхаттауға шақырады. Бұл спин-оффта Тақтар ойыны басталғанға дейін шамамен 100 жыл бұрын болған оқиғалар баяндалады. Сериал жан арпалысын, жеке тағдырларды және адами қарым-қатынасты көрсету арқылы Вестерос тарихына басқа қырынан қарауға мүмкіндік береді. Жеті патшалықтың серісі HBO Max қызметінің тарихындағы ең көп қаралым жинаған жобалардың біріне айналды. Алғашқы 3 күнде көрсетілім саны 6,7 миллионға жетті. Мұндай қызығушылықты кездейсоқ деп атау қиын. Бұл көрермендер мен осы әлем арасындағы байланыстың беріктігінің дәлелі. Джордж Мартиннің әлемі әлі күнге дейін массалық мәдениеттің бір бөлігі ретінде жаңа авторларға шабыт беріп, пікірталастар туғызып, көрерменнің қиялын байытуға үлес қосуда. Негізгі оқиғаның қалай аяқталғанын білсек те, Вестерос қайта оралатын келетін кеңістік болып қала бермек. Бірақ сериалдың әсері тек жаңа әлем құрумен шектелген жоқ. Дэвид Бенниофф пен Дэниел Уайстың жобасы жаңа форматтағы сериалдар трендін бастады. Бұның қалай жүзеге асқанын өзіміздің видео эссемізде көрсетпекпіз. 2011-2019 жылдары экрандарда көрсетілген Тақтар ойыны әуел бастан-ақ өзін мәдени феномен ретінде таныта білді. Осы 8 жыл ішінде тілі, елі және мәдениеті бөлек, әлемнің түкпір-түкпіріндегі көрермен бір ақпараттық кеңістікте жиналды. Бүкіл әлем бір оқиғаның шиеленісі мен дамуын бақылап отырған кезең еді бұл. Сюжеттік шиеленіс күрделеніп, тақырып жаһандық деңгейге көтерілген кезде, көрермендердің әр бөлім алдында спойлер оқуға батылы жетпейтін. Ал экрандағы текетірес телехикая шеңберінен шығып, интернет мәдениет пен ұжымдық жаттың бір бөлігіне айналған еді. Бұл актерлердің ғана емес, әлемдік көшбасшылардың да жүрегін жаулаған телехикая болды. Осы тұрғыдан қарағанда, сериалдың табысы бір жағынан парадокс сияқты көрінеді. Өйткені фэнтези теледидарда сирек көрсетілетін жанр еді. Көрсетілгеннің өзінде ол көбіне кішігірім аудиторияға арналған, балалар ертегілермен немесе белгілі бір жанрды ғана ұнататын көрермендерге арналған шығармалармен байланыстырылатын. Ал көпшіліктің фэнтезиге қызығушылық танытуына жол ашқан туындылардың бірі бұдан шамамен 10 жыл бұрын жарық көрген Жүзіктер әміршісі. Бұл киноэпос фэнтезидің тек қиял ғажайып ертегі ғана емес, ересек көрерменге де арналған ауқымды әрі терең эмоциялық мазмұнға ие жанр бола алатынын дәлелдеді. Соның нәтижесінде фэнтезиге деген қызығушылықтың жаңа толқынына жол ашылды. Дәл осы танымалдықтың артуының нәтижесінде теледидарда фэнтези жанрының классикалық үлгісін сақтай отырып, оған жаңа серпін берген туынды Тақтар ойыны хикаясы пайда болды. Телехикая шартты түрде орта ғасырлық әлемдегі билікке талас оқиғасын баяндайды. Мұнда басты назар ерлік пен тағдырға емес, саясатқа, астыртын тартыстарға және адамдар қабылдаған шешімдердің салдарына аударылады. HBO бұл жобаны бастапқыдан-ақ толық метражды кино деңгейіндегі әрі оқиға ретінде қарастырды. Бюджет, табиғи локациялардағы түсірілім, күрделі режиссерлік шешімдер және ұсақ-түйектің барлығына өте мұқият қарау, мұның барлығы сол кездегі индустрияда сирек кездесетін. Сол кезеңдегі көптеген жобалардың аясында Тақтар ойыны теледидарда ауқымды эпикалық кино кеңістігіне айналдыруға жасалған батыл әрі сенімді талпыныс болып көрінді. 2010 жылдары интернеттің қарқынды дамуының арқасында контентке қолжетімділік бұрын-соңды болмаған деңгейде еді. Дәл осындай кезеңде Тақтар ойыны көрерменге жол тартты. Сериал біртіндеп бүкіл 10 жылдықтың мәдени белгісіне айналды. Қызығы, бұл жоба белсенді түрде басталған стримингтік платформалар арасындағы бәсеке мен 2020 жылғы жаһандық пандемияға дейін-ақ тарихи сахнасынан шығып үлгерді. Тақтар ойыны жарыққа шыққан кезде теледидар көп кейіпкері бар ауқымды оқиғаларды баяндаудың жолын әлде меңгеріп үлгерген еді. Көрермендер бірнеше кейіпкер қатар жүретін, параллель сюжет желілері, саяси және жеке қақтығыстар қатар өрбитін сериалдарға үйренген болатын. Аталған ерекшелік қылмыстық драмалардан, мысалы Сопрано әулетінен бастап фантастикалық эпопеяларға, мысалы Аман қалу және тарихи сагаларға,
Мысалы, Рим хикаясына дейін қамтыды. Бірақ мұндай күрделі құрылымның өзінде әдетте негізгі кейіпкер немесе анық белгіленген кейіпкерлер тобы болатын, ал басты әңгіме солардың төңірегінде өрбитін. Ал тақтар ойыны алғаш қарағанда таныс формуланы пайдаланады. Шартты орта ғасырлық әлем, ондағы кейіпкерлердің бойында ашкөздік, қорқыныш, билікке құмарлық, амбиция сияқты адамға тән әлсіздіктер бар. Аздап қиял ғажайып элементтер қосылады. Айдаһарлар, болашақты болжау, әлемнің басқа бір шетіндегі тылсым күштер. Бірақ бұл жерде магия шынайылықты алмастырмайды, керісінше оны тереңдете түседі. Яғни магия саяси интригалар, сатқындықтар мен соғыстарды бұрынғыдан да шиеленісті әрі әсерлі етеді. Алайда сериалдың дәстүрлі телехикаялардан ең үлкен айырмашылығын мына тұстан байқаймыз. Бұл көрерменнің сахнаға басты кейіпкердің шығуын күтуі және нәтижесінде оны оқиғадан таба алмауы. Басында көрермен оқиғаға Старк әулетінің көзімен қарайды. Олардың отбасылық құндылықтары, адалдығы мен әділдікке ұмтылысы көрерменді оларды бірден негізгі кейіпкерлер ретінде қабылдауға итермелейді. Ал Нед Старк ірі эпикалық хикаяның классикалық басты кейіпкері сияқты көрінеді. Индустрия көрермендерді ондаған жыл бойы дәл осындай кейіпкерлердің жолын бақылауға үйретіп келді. Нед Старктен де сынақтардан өтіп, ақырында әлемді өзгертуі тиіс тұлға болуы күтілді. Сондықтан бірінші маусымның соңындағы Недтің өлімі нағыз мәдени таңданысқа айналады. Сол сәтте сериал көрерменге бір нәрсені анық көрсеткендей болады. Мұнда жанрдың үйреншікті заңдары жұмыс істемейді. Адалдық өмірді сақтап қалуға кепіл емес. Дұрыс шешімдер де адамды қаза табудан қорғамайды. Ал сюжет көрерменнің бауыр басып үлгерген кейіпкерін міндетті түрде қорғауы тиіс емес. Осы сәттен бастап Вестерос әлемі өзіне тән қатал заңдармен өмір сүретіні анық байқалады. Бұл оқиғадағы басты кейіпкер Нед Старк та тіпті оның әулетте емес, бүкіл тарихтың нағыз кейіпкері, интригасы, қаталдығы мен болжауға келмейтін мінезімен бірге тұтас Вестерос әлемінің өзі. Дәл осы адам тағдырын елемейтін дербес әрі суық шынайы өмір оқиғаны бір мезгілде қызықты да үрейлетеді. Тақтар ойынында әр көрермен өзі жақсы көрген, түсінген және жанашырлық танытқан кейіпкерлер арқылы өзіне жақын көзқарасты, оқиғаны қабылдаудың субъективті фокусын таба алды. Біреулер білегіне емес, біліміне сенген, ақылы мен ирониясы арқылы жанын сауғалаған Тирион Ланнистерге жақын болды. Кейбіреулер туған үй мен балалық шағынан айырылған, бірақ жеке болмысын жоғалтпауға табандылықпен ұмтылған Ария Старкқа жанашырлық білдірді. Біреулер үшін үміттің символы қуғында өсіп, билік шеңберін үзуді мақсат еткен Дейенерис еді. Ал енді біреулерге мораль мен қажеттіліктің арасында үнемі таңдау жасауға мәжбүр болатын борыштың адамы Джон Сноу жақын көрінді. Ал шын мәнінде көпшілік жүрегінің түбінде жай ғана Ходорды жақсы көрді. Маңыздысы, бұл кейіпкерлердің әрқайсысы барлығына ортақ, қатал әлемде өмір сүрудің түрлі жолдарын бейнеледі. Сериал тек таңдау салдарын көрсетіп отырды және әр көрерменге қай кейіпкердің шындығы өзіне жақын екенін шешуге мүмкіндік берді. Сол себепті тақтар ойыны төңірегіндегі талқылаулар жиі пікірталасқа ұласады. Адамдар жай ғана сүйікті сахналарын емес, өз кейіпкерлерін қорғайтын. Сол арқылы өмірге, ар-намыс пен әділетке қатысты өз көзқарастарын да білдіретін. Оқиғаның мұндай терең әрі тармақталған құрылымы көбіне әдеби түпнұсқадан бастау алады. Тақтар ойыны жазушы Джордж Мартин жазған «Мұз бен жалын» әні романдар цикліне негізделген. Бұл фэнтези сага бастапқыдан-ақ тұтас бір құрлықтың шежіресі ретінде құрылған. Романда Мартин балама әлемнің кірпішін мұқият қалаған. Оған шынайы әулетаралық соғыстар, сарай ішіндегі қастандықтар мен тақ үшін күрес шабыт берген. Бұл атмосфера классикалық фэнтезиден гөрі Еуропаның орта ғасырлық тарихына көбірек ұқсайды. Сондықтан кітаптарда бір ғана негізгі кейіпкер жоқ. Әңгіме әлемнің әр бұрышындағы ондаған кейіпкердің атынан баяндалады. Әрқайсысы үлкен оқиғаның тек бір бөлігін ғана көреді. Ал ақиқат әрдайым көрінгеннен әлде қайда күрделі болып шығады. Тақтар ойыны осы құрылымды экранда дәл көрсете білді. Сериал Мартиннің кітаптарын тағдырлардан құралған тірі әрі динамикалық мозаикаға айналдырды. Алайда 5-ші маусымнан бастап сериал аяқталмаған кітаптарға сүйеніп түсіріле бастады. Сол себепті авторлар түпнұсқадан біртіндеп алыстап, жаңа сюжеттік желілер мен драмалық бұрылыстар қосты. Бұл тіпті романды оқыған көрермендердің өзіне экрандағы оқиғалардың қалай аяқталатын болжауды қиындатты.
Сериалдың табысына ықпал еткен тағы бір маңызды фактор оның өндірістік ауқымы. Алғашында сериалдың бюджеті қымбат көрінгенімен, уақыт өте келе ол шынымен өте ірі жобалардың қатарына қосылды. Бастапқы кезеңде бір серияның бюджеті шамамен 5-6 миллион доллар болған. Кейін танымалдылығы артқан сайын HBO жобаның қаржысын арттыра берді. 6-шы маусымға қарай бір эпизодтың орташа бюджеті 10 миллион долларға жетті. Ал финалдық маусымда шамамен 15 миллион долларға дейін өсті. 8-ші маусымның өндірісіне ғана шамамен 90-100 миллион доллар жұмсалды. Мұндай шығындардың себебі қарапайым еді. Сериал әртүрлі елдерде, табиғи локацияларда және ірі павильондарда түсірілді. Үлкен шайқас көріністері, мыңдаған статистер, шынайы декорациялар мен костюмдер қолданылды. Айдаһарлар, магиялық көріністер және ауқымды визуалды эффектілер оқиғаны толықтырып отырды. Осы кинематографиялық тәсілдің арқасында кейбір эпизодтар көрерменге өзіндік драматургиясы, ауқымы мен композициясы бар жеке фильм сияқты әсер етті. Мысалы, бастарттар шайқастың хореографиясы мен масштабымен таңырқатса, қатал мекен сахнасы стратегиялар мен ұсақ детальдардың және жеке трагедияның тоғысуын көрсетумен өзіне баурады. Ал ұзақ түн жарықтың, сахнаның қойылуымен және визуалды эффектілердің жасалу шеберлігімен тағы бір таңдай қақтырды. Осының арқасында тақтар ойыны теледидар мен кино арасындағы өзіндік көпірге айналды. Енді көрермен үлкен экрандағыдай визуалды және эмоционалды әсерді ұзақ баяндалатын көп бөлімді хикая форматынан да сезіне алатын дәрежеге жетті. Бұл сапа стандарты бүкіл индустрияның бағытын өзгертті. Тақтар ойыны үлкен табысқа жеткеннен кейін басқа платформалар мен студияларда өз жобаларына бұрын телехикаялар үшін қолжетімсіз болып көрінген қомақты бюджеттер бөле бастады. Соның нәтижесінде бөгде дүниелер, жүзіктер әміршісі билік сақиналары және мандалорлық сияқты ауқымды жобалар пайда болды. Бұл туындылар қазіргі телехикаялардың жай ғана сериал емес, толыққанды кинематографиялық әсер сыйлай алатынын көрсетті. Егер бәрін бір ғана басты себеппен түсіндіруге тырыссақ, тақтар ойынның табысының сыры екі ерекшелігінің үйлесімде екенін көреміз. Біріншіден, ол қай қырынан алып қарасақ та жаңашыл жоба екендігі. Ал екіншіден, осы жаңашылдығына қарамастан, ол адам тағдыры мен өмірлік оқиғаларды шынайы көрсету арқылы көрермен жанына жақын болуы. Біреулер үшін бұл хикая ең алдымен әсерлі көрініс еді. Аспанда қалықтаған айдаһарлар, ірі шайқастар, құлаған қамал қабырғалар мен отқа оранған қалалар. Басқалар үшін бастысы кейіпкерлер болды. Олардың күрделі мінезі, моральдық таңдаулары, жіберген қателіктер мен соның салдары. Кейбіреулерді билік үшін жүретін астыртын тартыс пен әрбір сөзді қаруға айналдыратын саяси ойын қызықтырды. Ал енді біреулерді камера басқа жаққа бұрылып кеткен сәттің өзінде де әлі де өмір сүріп жатқандай сезілетін басқа дүниенің тынысы, яғни шексіз кең әлемнің ауқымы баурады. Осындай бірнеше қабаттың тоғысуы, эмоциялық тереңдік, күрделі саяси тартыстар, эпикалық ауқым және көз тартар көркемдік тақтар ойынын шын мәнінде жаңашыл құбылысқа айналдырды. Алайда айдаһарлар, шайқастар мен саяси тартыстардың бәрінің ар жағында ең басты ой жатыр. Қаншалықты әсерлі көріністер мен күтпеген сюжет бұрылыстары болса да, егер қиял ғажайып әлемнің астарында адамға түсінікті, таныс тағдырлар тұрмаса, ол көрерменге дәл осындай әсер қалдырмас еді. HBO арнасы және сериал авторлары Дэвид Бенниофф пен Дэниел Уайс көрерменді таңғалдырған шоу жасап қана қойған жоқ. Олар билікке ұмтылу, таңдау жасау, сатқындық және әр шешімнің салдары туралы әңгіме қозғады. Сондықтан бұл оқиғалар ойдан шығарылған әлемде болып жатса да, көрерменге шынайы әрі жақын сезілді. Ал тақтар ойынның ықпалы мен ауқымы туралы айтқанда, оның тарихы 2019 жылғы финалмен аяқталмағанын атап өткен жөн. Вестерос әлемі өмір сүруін әрі қарай жалғастырып, дамып келеді. Ал франшиза болса стримингтік платформалардың кеңеюіне, жаһандық аудиторияның өсуіне және әртүрлі жанрлық әрі стильдік бағыттарға деген қызығушылыққа бейімделіп дамуда. 2022 жылы Айдаһарлар үйі сериалы жарық көрді. Бұл да ауқымды оқиға, бірақ мұнда негізгі назар Таргариен әулетіне аударылған. Сюжет түпнұсқадағы оқиғалардан шамамен 200 жыл бұрын өрбиді. Жоба үлкен мәдени оқиғаға айналып, Вестерос әлеміне деген қызығушылықтың әлі де жоғары екенін және оның әлемнің түкпір-түкпірінен миллиондаған көрерменді жинай алатынын көрсетті. Сериал кең құлашты көріністері мен кинематографиялық стиль арқылы үлкен экранға тән әсер қалдырады. Қазір 7 патшалықтың серісі атты жаңа жоба шығуда.
Бұл ауқымды шайқастарға емес, адам тағдырлары мен атмосфераға көбірек мән беретін ықшам әрі тынысы бөлек хикая. Оның оқиғасы тақтар ойындағы оқиғалардан шамамен бір ғасыр бұрын өтеді. Осындай жобалардың арқасында енді әр көрермен Вестерос әлемімен өзіне жақын қырынан таныса алады. Біреуге жеке кейіпкердің тағдыры қызық болса, біреуді саяси айлы шарғыларға құрылған оқиғалар тартады. Ал енді біреулерді сиқыр мен ғажайыпқа толы әлемдегі адамдардың күнделікті өмірі баурайды. Жоба аяқталғанына 7 жыл өтсе де, оның бүкіл индустрияның дамуына қосылысы айқын көрінеді. Тақтар ойыны фэнтези жанрының да ауқымды, ересек аудиторияға арналған әрі мазмұн жағынан терең бола алатынын көрсетті. Билік, таңдау және адам табиғат туралы әңгімелер әлемнің түкпір-түкпіріндегі миллиондаған көрерменді бір арнаға тоғыстыра алатынын дәлелдеді. Темір тақ үшін күрес аяқталғанымен, Вестерос әлемі жаңа оқиғалар мен жаңа кейіпкерлер арқылы өмір сүруін жалғастырып келеді. Бұл бізге ұлы дастандардың шын мәнінде ешқашан толық аяқталмайтынын еске салады.